Қорқынышты әңгіме. Болған оқиға. Авторы Тұрар Шапқара. Оқыған Базаркүл Қалбыр. Мен жүк көлігінен ең бірінші ГАЗ-51 маркалы машина көлігін айдадым. Одан соң Стар деген Польшаның 3 мұсталы ауыр фургонын, кейін ЗИЛ-157 деген батпайтын бортты машинаға көштім. Халық соңғы машинаны Захар, Мармон, Неміс, Крокодил деп те атай беретін. Жұрттың бәрі: «Таке, әпәсем жап-жас жігітсің, не болды саған немецкий машина айдап? Джиппен жүрмейсің бе оданда?» деп әптен қытығыма тиіп болды. Содан жеңіл машина алайыншы деп көрпеме қарай көсіліп, ақшама қарап көрсетілген мекен жай бойынша бір үйге келдім. Келсем, Осырақ қоңыз секілді 58 жылғы Москвич тұр. Қулар мені мазақ қылып әдейі жіберген екен. Бірақ көлік шыттай, қап-қара, жып-жылтыр қып безендірген жылтырақ абадақтарымен, ішіндегі ламповый зілдей радиоларымен түп-түгел сол күйінде тұр екен. Сталин кезіндегі сом темірден өрілген мықты көлік. Несі бар, аламын. Я аларсың. Мұны әйелім естігенде ызадан жылап жібере жаздады. «Көкау, не болды саған? Енді мынаны айдап бара жатырғаныңды халық көрсе сені тошны қожанасыр. Шариге кем қуатын біреу деп мазақ қылады ғой. Алмашы, өтінемін, халықпен бірдей Жигули сияқты бір нәрсе алшы одан да». Көңіл күйім түсіп кетті. Бір жерден көріп келіп, Дэвид УАЗ ала қояйын деп едім, бетін шымшып қатын тағы жылап қоя берді. Енді қайттым. Запорожец салайын ба онда деп айтуға дәтім шыдамады. Әйелім инфаркт болып реанимациядан бірақ шығар деп. Құрысыншы бәрі. ЗИЛді сатып жіберемін онда. Бәрін сата машинаның. Ақша жинап бір жола самолет аламын. Сосын әйелімді салып алып жұрттың төбесінен ұшам. Қатын шымшып көрсін сосын бетін. Бірақ менің самолетпен ұшып бара жатқанымды көрген халық мені ақылды, маладес деп айтар дейсің бе? Керісінше, бұны кімнен алды? Оған ақшаны қайдан тапты? Заңсыз болар. Өзі оқыған ба, правила біле ме екен? Оған запчасты қайда, керосин қайда, гараж қайда? Бұзылса кім оңдайды? Онымен не бітіреді? Ауыл арасына кіре алмайды, шөп таси алмайды, такси бола алмайды. Осы Такеңнің есі дұрыс емес болар. Одан да бортты көліктермен нанын тауып, малын бағып жүре бермей ме екен? Деп діңкеңді және құртып жібереді ғой. Сонымен олай ойлап, бұлай ойлап, бір буаз үлкен түйеме ақ Волга автокөлігін айырбастап алдым. Волга мінгесін ЗИЛ жүруден қалды. ЗИЛдің түріне қарасам, түйе бағып отырғаның менің арқам болар, деп тұрған сияқты болады да тұрады маған. ЗИЛден ұялыңқырайтын болдым. Ең соңында көзіме көрінбесін деп шынымен де сатып жіберуге бел будым. Айтпақшы, осы ЗИЛді аларда әйеліме: «Мен жүк көлігін сатып алып келемін, қақпаны ашып, орын дайындап қой» деп, сәрсенбі күні үйден таң атпай шығып кеткенмін. Содан көлікті үйге айдап келдім. Қақпа әлі ашылмапты. Өзім түсіп ашып жатсам, арғы жағынан әйелінде келе жатыр екен. Қолында бір табақ шашуға шашатын бауырсағы мен иығында көлік үстіне ырымдап жабатын киіктің суреті бар кілемшесі бар екен. Сосын минута молчания. Ол байқұс ана ЗИЛдің рожасын көргенде шашу емес, ЗИЛдің лабабай әйнегіне шебін тас лақтырып шағып жіберуге чут қалды. Сабыр деп жан-жарымды зорға тоқтатқанмын. Сөйтсем, ол бейшара жүк көлігі дегенге сәбіз түссе су жаңа КамАЗ автокөлігін елестетіп жүр екен ғой. Әйеліме: «Рақат қой, 25 000 теңгеге су жаңа КамАЗ алсаң» деп қоям. Қайран менің сәби мінез әйелім. Сонымен қаңтардың қақ ортасында ЗИЛді сатып алуға үйге адамдар келді. Жарықтық түрткеннен қызды. Күн қысқа. Жігіттер маған үстіне қосымша әжептәуір ақша қосамыз. Енді бізге бұл крокодиліңді ауылға дейін айдап жеткізіп бер деп қолға салды. Ауылдары Ресеймен шекаралас Балқұдық, Сүйіндік деген елді мекендер. Қысқасы, мен тұратын ауылдан 800 шақырымдай жер. Ол кезде Құлсардан Атырауға, Атыраудан Ганюшкинге асфальты жол жоқ. Әрі қарай әлі күнге шейін жолсыз. Мен бір ауыздан келісіп кештетіп жолға шығып кеттік. Сонымен түн жүріп, күн жүріп, келесі түні Ганюшкинге жеттік. Енді грейдер жолдан шығып Балқұдық, Сүйіндікке дейін және 300 шақырымдай шоқалақ қара жолмен жол жүру керек. Крокодил көлікте мін жоқ. Соған әптен көздері жеткен жігіттер менен құтылмаққа есеп жасады.
Біздің ауылға жетсең өз ауылыңа жас шықпай жете алмайсың. Жол жаман. Оның үстіне техника жоқ. Одан да осы жерден түсіп қалып кері қарай Атырауға попутка машина күткенің тәуірек болады деп маған ақылдарын айтты. Мен олармен қош айтыстым. Айнала ақ қар, күн суық. 7 түнде жәутеңдеп қолымды көтеріп, Атырау бағытына жүретін грейдер жолда көлік күтіп тұрмын. Көлік кезікпесе біттім. Ганюшкин көрініп тұрғанмен 7-8 шақырымдай жерде. Оның үстіне ол ауылдан бір адамды да танымаймын. Атын естігенмен 8 шақырым жердегі жарығын бірінші көріп тұрмын. Бұл жігіт не айтып кетті демеңдер. Қорқынышты әңгіме осы жерден басталды. Құдай қалап 15-20 минуттан кейін жанармай тасымалдайтын ГАЗ-53 автокөлігі келіп тоқтады. Жүргізуші өзім қарайлас Махамбет елді мекенінің жас жігіті екен. Жол ұзақ, ұйықтап кетуі мүмкін деп қидалыңқырап келе жатқан ол мені көріп қуанып кетті. Бірақ ол Атырауға 10 шақырымдай жетпей бір гаражға барады екен. Әй, Атыраудың жары көрініп тұрса болды, әрі қарай бірдеңе қылып жаяу жетермін деп мен бірден келісе кеттім. Қуықтай кабинаның аяқ асты толған сөмке екен. Орындығына малдасымды құрып жайғастым. Ал замандас әңгіме айт, жол қысқарсын, деді шофер. Мен де бір қазақ энциклопедиясының авторы әңгіме толы сандықтың 1000 жылда бір сирек кездесетін есіне ұқсап, шежіре, шариғат, саясат, анекдот, жүрелең, құр әңгіме, қорқынышты әңгіме, қайсын айтайын қала, деппін ғой. Құдайға шүкір, сақиғы дақипы бар. Папкаге сохранить етіп қойған материалдарым баршылық еді. Шариғат айтуға бұл шопыр билдыққа оның үстіне дәл қазір дінді түсіне қоятын адамдардың сортынан емес сияқты. Сықсаң денесінен солярка шығатындай жылтыр қара. Өкпесінде жеті атасының өші бардай ышқынып кеп сорған темекі түтінін будақ-будақ еткізіп көмірмен жүретін паровоздай қос танаудан шығарғанын көргенде бейшараның Алланың аманат қылып берген денсаулығына жаным ашып кетті. Өзім қақала бастадым. Содан естіген бір әңгімемді бастап кеттім. Әңгіменің желісі қойшығұлдың ұлы Қойбағар жайлы болатын. Малдан көз ашпаған Қойбағарды әскерге шақыртқан. Қатарларының алды кетіп жатыр. Бүгін көрші ауылда және бір құрдастың жол аяғы. Кешке қойын қоралап болған соң планета 4 мотоциклін мініп алған Қойбағар жалғыз өз жолға шығып кетті. Аспан қара бұлт, ызғырық жел, күздің қара суығы. Желдің ызыңы ма, әлде біреу құлақ түбінен сыбырлағандай болды ма, Қойбағардың денесін қорқыныш үрей билей бастады. Шоқалақ қара жолмен 30 шақырымдай жол түн ішінде жеткізе қоймас. Оның үстіне жолда екі жағы үлкен қалың сор, ортасын жалғыз аяқ жол қиып өтетін бір аяқты өткел бар. Жаңбыр жауса тайып жаяу адамың да өте алмайды. 1 шақырымға созылатын бұл жолды ауыл адамдары қыл көпір дейтін. Қойбағар қыл көпірге де келіп жетті-ау. Қыл көпірдің орта шеніне жете бергенде кездейсоқ көріністен Қойбағар есінен танып қала жаздады. Тұла бойы сұп-суық болып кетті. Құйқасы шымырлап, тас төбеден біреу қанжар сұққандай болды. Қыл көпірдің қақ ортасында қара суықта, үстінде тұрмысқа шыққанда киетін биттің қабығындай жалғыз көйлегі бар, ай десе аузы, күн десе көзі бар, сүмбіл қара шаштары иығына төгілген әп-әдемі қор қызындай бір қыз бала жымиған кейіпте, мен өзіңмен бірге ала кет дегендей қол көтеріп тұр екен. Кері бұрылу еш мүмкін емес. Қолы қалш-қалш еткен Қойбағар қулыққа көшті. Тоқтайын деп келе жатқан адамға ұқсап, мотоциклін бәсеңдетіп келіп, Сұлудың жанынан тоқтамастан зу етіп өте шығады. Артына бір қарайды. Қараса, қол бұлғаған Сұлу қолын созып, мысқыл күлкімен күліп, артынан жайменен еріп келе жатқан көрінеді. Күлкісінен аспан күркірегендей. Сол мезет аспаннан найзағай ойнап, жаңбыр жауа бастайды. Мотоцикл сорға тайғанақтап жүре алатын емес. Бейне бір түсі секілді, құтылу мүмкін емес. Қойбағар бар білетінін оқып жан алқымға тығылып келе жатыр. Қыл көпірден шықты. Және бір 2 шақырымдай жер жүріп, ендігі қалған болар деген оймен артына қараса, сұлу қыз дәл манағы ара қашықтықта артында келе жатыр екен. Қолын соза түседі. Қолы ұзарып келе жатқан сияқты. Түр сипаты қарақошқылдана бастаған Сұлу құбыжыққа ұқсап келе жатыр екен. Ертесіне Қойбағарды пішеннен келе жатқан тракторшы Арыстанбай тауып алып көрші ауылға жеткізіпті.
Молданың алдында есін жиған Қойбағар осы әңгімені бастан аяқ баяндап беріпті. Соңғы суретті көргенде Қойбағар есінен айырылып қалған екен. Шашы ағарып кеткен. Молдекен Қойбағарға жын көрінгенін айтып, дүйім жұртты одан бетер қорқыта түседі. Малдасым құрулы отырған мен қызу бойымен әңгімемді жалғастыра бастадым. Что-то байқаймын. Машина қатты келе жатыр. Жер тайғақ. Басымды анда-санда кабинаға ұрып келем. Сөйтсем шофырым қатты қорқып кеткен екен. Дыбысы шықпай қалды. Ол манағы әңгіменің желісіне, яғни ішіне әбден еніп кеткенге ұқсайды. Темекіні үсті-үстіне шегіп келеді. Әй, бауырым, оян, Атырауға қанша қалды, дедім ойын бөліп. Бауырымда үн жоқ. Полный газды басып, машинаны өкіртіп айдап келе жатыр. Мәссаған, бұған бұл әңгімені қайдан айттымға салдым. Екі көзі аларып кеткен. Ойбай, сырын білмейтін адамға ойланып сөйлеу керек екен ғой. Мұның да ұстамасы бар ма, мен қайдан білейін. Біреуді қорқытамын деп шынымен де өзім қорқа бастадым. Көз алдымда шофердің шашы ағарып кетсе, оны көрген менің шашым сол бойда лап етіп өртеніп кететін болар. Біраз үнсіздік. Машина басып келеді. Менсінбейтін жаман майбоз машинаны дәл бұлай қатты жүреді деп мен еш ойламаппын. Өзімше сақтанып ұстайтын ручкасын екі қолмен мықтап шегелеп тұрып ұстап алдым. Қорққанға қос көрінеді дегендей жүргізуші мырзаға бірдеңе елестеп кетпесе егеді. Неге десең, көліктің тетігінің бәрі соның қолында ғой. Сөйтіп келе жатқанда мәссаған безгелдек. Өз көзіме өзім сенбедім. Айдалада, жеті түнде, ысқырып тұрған ақпанның ішінде, жол шетінде қою қара шаштары иығына төгілген сұлу қыз машинаға қол көтеріп тұр. Екі көзімді уқалап жіберіп дұрыстап тұрып және қарадым. Ап-анық қыз. Енді менің құйқам шымырлап тітіркене бастады. Елес емес. Неге десең, шоферға да көрініп тұр. Зәрес кеткен шофер сасқаннан газ емес тежегішті басты. Машина тайғанақтап сызып барып сұлудан біраз жері асып барып сөніп қалды. Енді от алдырса қызбайды. Сыртқа шығып ручка бұруға шофердің дәті тұрмайды. Мынау не зат, елес емес пе, деді маған. Жоқ, дедім. Мен есікті ашып қарадым. Еш нәрсе көрінбейді. Шоферға есігіңді ашып қарай қойшы десем, ой құрсыншы деп ашпайды. Керісінше кілттейтін кнопкасын басып жатыр. Шофер шынымен де абыржып кетті. Сөйтіп отырғанда қыз шофердің есігін ашып кеп қалды. Шофер маған қарай құлады да бар даусымен шыңғырып кеп жіберді. Дауысы 7 қат көкке жетеді. Еркектің шыңғырған даусын бірінші естуім. Сай сүйегімді сырқыратып жіберді. Бұрынғының адамдары мәйіт жерлеп жатқанда өліктің дауысы 7 қат жерді жарып, малды үркітеді деп түйелердің құлақтарына мата тығып қояды дегенін еститін едім. Мынаның дауысы динозавр құлататындай. Басы мен жақта. Кетай, кет малғын деп екі аяғын ербеңдетіп есік жақты тепкілеп жатыр. Тиіп жатыр ма, тимей жатыр ма өзі білмейді. Еркек қой. Әйтеуір движение жасап жатыр. Қыз сықылықтап келіп күледей. Бір мезетте қыз машинаның алдымен өтіп мен жаққа қарай бет алды. Мен калимамды айтып, иманым тез күшейе кетті. Машинаның фарына қыз анық түсті. Үстінде жай ғана қапсыра салған қалыңдау қалады. Омырауы ашық. Аязды сезбейтін неғылған жан мынау. Қыз менің есігімді ашты да шапшаң секіріп мініп, мені құшақтай алдыма отыра салды. Шофер есіктен әрі ыршып түсті. Менің атымды ұмытып қалды. Ойбай, кім едің бауырым, аяғын қарашы, аяғын қара дейім деп безектеп жатыр. Көзімнің қиығы аяғына түсіп кетті. Кәдімгі дұрыс аяқ екен. Аяғында арзан домашний тәпішкісі бар. Шамасы малауылдың қызы. Шофердің сенгенімен, ол бейшара қайдан білсін қыздың аяғының орнында ешкінің тұқайы тұрса, мен сол бойда насмерт бірінші кететінді. Қыз қызғындау екен. Мына шоферға не болған деп одан сайын тырқ-тырқ күледі. Сөйтіп тұрғанда алдымызға ВАЗ-99 автокөлігі келіп тоқтады да, 4 есігі айқара ашылып, ішінен зіңгіттей 4 жігіт түсті. Қаумалап келіп, машинада қызды түсіріңдер деді. Шофер дәл сол мезетте ғана есін жиды. Елес емес, түс те емес, өңі. Қыздарыңа ие болмай неғып жүрсіңдер? Біз зорлап мінгізіп алдық па? Алып кет мына привиденияларыңды. О несей? Деп шофер бұлқан-талқан болып жатыр. Мен шексілем қатқанша күлдім. Қызды түсіріп алып кетті. Шофердің жуық маңда күлетін түрі жоқ. Қорқынышы әлі сейілмеген тәрізді. Жаңа кейіпкерлер жол бойындағы шайханада мейрамдап отырған жастар екен ғой.
бір-бірімен ренжісіп отырғанын сезген шайхана иесі іс насырға шаппай тұрғанда методика бойынша тоқ беретін движокты айырып тастаған екен. Жаңағы қыз жігітіне ренжіп жолға шығып кеткен. Бізге тас қараңғы айдала болғанмен біздің жарығымыз оларға ап-айқын көрініп тұр екен ғой. Свет көрінбегесін әрі қорқынышты әңгіме тыңдап келе жатқасын, Шопырбек бұл жерде шайхананың бар екенін ұмытып кетіпті. Ай, бәсе деп қояды. Барлық нәрсе енді түсінікті болды. Шофердің тілі 10 шақырымдай жүргеннен кейін ғана шықты. Оған дейін таңдайын қағып арасында басын шайқап қойып безеріп отырды. Сосын жаймен күле бастады. Сенің әңгімеңе сәйкес келгенін қарасаңшы деп қояды. Өзінің қатты қорқып кеткеніне ұялыңқырап. Кішкене ыңғайсыздық танытып қойған жоқпын ба дейді. Қой, жоқ, оқас жоқ деп қоям. Сөйтіп осы тақырыптан ауытқымаған күйде Атыраудан да бір шығыппыз. Атырауға 10 шақырым жетпей бұрыламын деп келе жатқан бауыры мені үйге дейін жеткізіп салды да қош айтысты. Біразға дейін ұйқым келмей күлумен болдым. Жүре берсең көре бересің дегендей. Өмірде не кездеспейді десеңші. Осымен әңгіме аяқталды. Расында да өмір деген қызық қой, небір оқиғалары өтіп жатады. Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге тыңдаған әңгіме ұнап жатса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын.